Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұржан. Біз видео түсірген тұғынбыз осы видео. И біз ойладық, дауысымыз жазылады деп, бірақ дауысымыз жазылмай қалыпты. Енді өзім озвучка жасап отырам. И қазір біз комнта ашып дайындайтын боламыз. Қасымда Нұржан видео түсіреді, видеоға түсті. И бұл видео әдемі шықты негізі. Бірақ дауыс жазылмаған қате болды. И біз комнта ашты өйстіп и бастадық. И сосын бұл пранк видео болатын. Нұржанға СНС атсамыз деп магжет қостым, АВМ қостым. Сөйтіп Нұржанды айырып кеткен болатын. Бірақ бірінші раунд мені ап қойды. Осыны қараңдар енді. Мен мына жерде дигл алам, магжет алам, теннисский дробовик алам. И бұл кезде мен түсінбей отырмын, себебі ограниченный патрон нет қылмаппын. И сосын мен төбеге шығам ба деп отыр едім. Бірақ болмай қалды. Мен ойладым ограниченный патрон нет деп. Дәл осы жерде мен енді түсіндім. Мына жерде теннисский дробовикті алдым да Нұржан бір диглмен атып қалады. Сосын шошып кетемін да, мына жаққа тығылып қаламын. И сосын мен оның қаяқта екенін білмеймін да. И шыққан соң барып оны магжетмен зажимать етіп жатсам, ол немен дробашпен алып тастайды бірінші раундта. Қапысын қарасаңдар, аз өте. Осы раундты көріңдер. Осы жерде мен 2 вектор аламын. И осы жерде Нұржан айып сөйтті ойладым тағы. Бірақ вектор алған соң мен өзіме сенімді болдым. Бірақ мен қаяқта екенін көрмедім. Вуглом болып айналдым и көрдім мынау қаяқта тұрғанын. И сосын ол шыққан кезде басына беріп тастайын ба деп ойладым, бірақ бере алмай қалдым. И ол секіріп бара жатқан жерінен басына ампул дэшін қылып жібердім. И осы жерде қатты қуандым мен ше. И осы жерде мен ойладым тағы вектормен ойнайын ба деп. Бірақ АВМ мен магжет алдым. И бізде осы раундты кім алатынын көріңдер енді. Мен осы жерде оның қаяқта екенін білген жоқпын. И сосын қарасам дроптың қасында жүр екен, оқ айналып кетіп, магжетмен зажимать етіп тастадым тағы. И осы жерде бір рахаттанып алдым зажимать еткеніме. И осы жерде осы раундта қызық болды. Қызық болғанда енді қатты қызық болған жоқ. Енді кәдімгі раунд. Ол жерде мен ойладым, Нұржан енді мені зажимать етіп тастайды деп. Бірақ ол мені зажимать еткен жоқ. Керісінше басыма беріп үлгереді. Қазір көріңдер сол. Айтпақшыдай достар, кім гильяға кіргісі келеді, тумаған жазсын. И гилья 3-ші ойын, көтеріп аламыз. Бізде гильяда 3 адам. Сол менің достарым. И кім кіргісі келсе, сол маған жазсын. Проверка тегін, если что. Қараңыздар, осы жерде мені басыма беріп үлгереді. Мен шок болып қаламын кәдімгідей. Ремонтный набормен. Осы жерде мен АК алам. Енді есіме түсті АК қосқаным. И осы жерде АК қосқанымды енді біліп, магжеттің АВМнің орнына алдым. И магжетмен дальше жалғастыра бердім.
Короче, осы раундта қызық болды негізі. Қараңыздар. Басына беріп жібердім осы жерде. Не қыламын ба деп едім, алып тастайын ба деп едім, болмады. Осы жерде вугонға айналып кетіп, рашқа тез барам дедім. И сөйтіп бара жатырмын, и ол келеді да, короче, қай жақта екенін білмеймін, и мына жақтан көремін да, и стенканы қойып қаламын. Анау кәдімгідей маған урон беріп тастайды спаспен. И сосын мен мына жаққа қарай қашамын да, и костерін қойып жіберемін да, бір противогазымды ұрып алып, ана груздің үстінде тұрған соң бүйтіп АК-мен зажмить етіп тастадым. И сосын Мак-7-мен соңында алып кеттім. Негізі бұл раунд әдемі болған сияқты. Короче, бұл пранк видео болғандықтан кәдімгідей зажмить етіп тастадым. Короче, осы жерде комнатада шықты. И сосын Нұржан үйіме келіп қалса, прикинь, Нұржан не істеп жатсың деп та. Сөйтіп осы кезде Нұржан шынымен де келіп қалады ғой, короче. И сосын ол қалай не істедің сен, неғып зажмить етесің деді да. И сосын мен оған пранк екенін айттым, түсіндірдім. И сосын міне осы жерде күліп жатырмын, бұл пранк қой брат деп. И сосын осы жерде ол кәдімгідей реакциясы кәдімгідей күшті болады. И мен сосын күлемін оған қарап ше, үйге шынымен келеді ғой анау. И осымен біздің видеомыз аяқталады достар. Комментарий жазып, лайк басып, камераға тіркеліп кетіңдер. Сау саламат болыңыздар достар.